Қарапайым тамақтың өзі кейде өмірімізге қауіп төндіруі мүмкін екен. Қадірлі көрермен, дәл қазір сіздерді әлемдегі ең қауіпті тағам түрлерімен таныстырамыз. Бұл ақпарат саяхаттауды жаны сүйетін жандарға пайдалы болмақ. Шет елде қыдырып жүргенде таныс емес елдің ұлттық тағамдарынан дәм татқанда абай болыңыздар. Мысалы, жапондықтар фугу балығынан арнайы тағам дайындайды. Негізінен фугудың ең қауіпті жері уылдырығы мен бауыры болып есептеледі. Жапон халқы уылдың етке тарап кетпеуін қадағалайды. Алайда дәмі тіл үйрерлік болғандықтан, мұны жейтіндер саны да едәуір көп. Бұл астан жылына орта есеппен 10 адам көз жұмады екен. Хакарал үлкен акуланың етінен жасалатын. Мұндай акуланың еті піспеген күйінде өте улы келеді. Ғалымдар еттің құрамын зерттей келе, онда адам өміріне қауіпті аммиак бар екенін растаған. Әдемілеп кесіп, күннің астына 4 ай кептірілген дайын акула еті өте дәмді болады. Солтүстік адамдардың ең сүйікті асына айналған. Саннакджи бұл ешқандай да улы тағам емес, тек тірі 8 аяқ. Бұл тағамды алдыңызға алып келген кезде оның пәленде ерекшелігі жоқ, бірақ жеуге кіріскенде ол да өз өмірі үшін арпалысқа түседі. Жылына 8 аяққа үйір болған 6 адам бұл өмірмен қоштасады екен. Әсем, осы жерден тоқтатайық. Ешкімнің өміріне зиян келтірмейтін. Қайта керісінше, ағзасына өте пайдалы. Құрамында дәрумендер көп, ұмытылып бара жатқан қазақы ас божыға кезек берейік. Оның жасалу жолдарын келесі бейнесюжеттен көретін боламыз. Назарларыңыз экранда болсын. Қазақтың көпшілік біле бермейтін ұлттық тағамдарының бірі божы деп аталады. Бұл тағам жаңа сойылған малдың етінен дайындалады. Бүгін бізге осы асты қазақтың дәстүрін барынша дәріптеп жүрген Гүлайша Боранова ханым пісіріп көрсетеді. Бүгінгі біздің сіздерге үйретіп, көрсетіп дайындайтын тағамым қазақтың бұрыннан келе жатқан ертеден қазақи тағамымыз бұл божы деп аталады. Божы деген тағам бұл қазақтың ұлттың тағамы деп айтып жатырмыз. Қой деген малдың сойған уақытында соның іш құрылысынан жасалатын тағам деп айтылады бұны. Бұл божыны дайындамас бұрын бір мал сойылғаннан кейін бұның іш құрылыстарында ең басты бізге қажеті қарын. Қарынды біз мына кезде біз тазалап алып тұрмыз. Содан кейін біз мына малдың сойылған іш құрылыстарын аламыз. Біз көбіне негізінде божыға бұл іш майды пайдаланып жатады. Бірақ іш майды көбіне мен өзім іш майдың орнына мына құйрық майды пайдаланамын. Содан кейінгісі мынау бауыры, мынау жүрек еттері, мынау жаңа бөтекесі деп айтылады. Соған қосымша жуаны, сәбізді, картошканы қосып жеңілдік жақсы асқазанға жеңіл болу үшін жасап жатырмыз. Енді қазір мына бастаймыз. Божы деген негізінде уақыт алатын тағамға жатады. Уақыт алады. Дәм үйірі тәтті болғанмен бұның жұмысы да жақсы. Божыны әр өңір әр түрлі дайындайды екен. Бұжбан деп те атайды. Көбінесе қыс уақытында және қадірлі қонақ келгенде, алыс жолға шыққанда немесе жауға аттанар кезде пісірілген. Міне енді жаңа біз малдың іш құрылыстарын барлығын әдемілеп жақсы қылып турап алдық. Енді оған қосымша біз мынадай көкөністерді пайдаланамыз. Картошкаде бір дәм беретін бір көкөністің біріне жататын білесіздер. Мынау біздің енді сәбіз деп айтамыз. Бұл да бір жақсы витаминдік тағам деп айтылады. Енді мынаның бәрін дайындадық. Көкөнісімізді енді біз бұған көзбен өлшеп, айтқандай мына тұз дейміз ғой, тұзымызды себеміз. Божы деген нәрсе өз тұзды болғанын жақсы көреді өзі. Мынау енді біздің бидай ұн дейді, қара ұнға жат. Бұған қоса ағынды да қосып салып жатам. Себебі ағынның да бұл бір әдемі қасиеті бар. Содан кейін бұған мына өзім су құясыңдар, су құяды. Бұл су құюының да мәні бар. Себебі суды көбірек құйса, бұл сұйықтау болады. Суды азырақ құйсақ, бұл қою болады. Бұл дастархан бетіне барған кезде, салынған кезде қою болса өте жақсы болып салынады. Әжелеріміз қолмен былғап салған қарынға осылай салып дайындадық. Бұрыштан саламыз не?
бұрышта бір дәм беретін нәрсе. Қарынның аузын былай әдемі қылып ашып, ұқыпты күйінде саламыз. Барлығын салдық. Енді біз соңғы жағына жақындап келе жатырмыз. Мына аузын бекіту үшін біз мына аузын байлауымыз керек. Енді бұрынғы біздің әжелеріміз, мамаларымыз, аналарымыз көбіне біздерді қасына шақырып, мына байлатуға көмектестіретін. Сол сияқты мен қазір мына дайындап жатқанда, мына қызым Айгерімге көмектесіп жіберуін шақырып жіберейін. Айгерім, келе ғой, көмектесіп, мен ұстайын, сен байлай сал мынаны. Мына жерден жоғарыдан. Енді мына дайын болған бұжымызды қазандағы суға салып, жай отта бірінші қаттырақ қайнатып аламыз. Бір қайнағаннан кейін газдың астын жайлап басып, баяу отта 2 сағат жарым, 3 сағат қайнатамыз. Содан кейін дайын болады. Сосын сіздерге дайын болғанын көрсетеміз. Ал міне бұжымыздың да піскен уақыты болды, қазаннан түсіріп алды. Бұл бұжыны салқындатып та, ысылай да жеуге болады. Енді біз қазіргі қонаққа тартуымызға байланысты біз мынаны енді пышақпен кесіп, әркімнің алдына өзінің көлеміне қарай қасықпен салып беріп отырамыз. Осы қазақи асымызды дайындап болдық. Сіздерге астарың дәмді болсын, ас болсын деп айтамыз. Оразаларыңыз қабыл болсын. Осындай қазақи тағамдарды осындай дайындай беріңіздер. Рахмет.